Құдайдың еврей халқына өз сөзін жеткізу жолдарын зерттей отыра, мынаны байқамау мүмкін емес. Ол оларға адалдыққа, ұқыптылыққа, тазалыққа және Құдай сөзін өзгеріссіз сақтауға деген ұмтылысты орнатты. Еврейлік тарихшы Иосиф Флавий бір кездер өзінің халқы және олардың киелі жазбаға деген берілгендігі жайында қызықты ескертпе қалдырды. Иосиф былай деп жазды: Біз іс жүзінде өзіміздің меншікті жазбамызды қастерлейтінімізді көрсеттік. Өйткені біздің заманға дейінгі көптеген ғасырлар бойы ешкімнің не қосып, не алып, немесе бірде-бір буынын өзгертуге де дәті бармады. Әрбір яһуди туылған кезден бастап, жазбаларда Құдайдың бұйрықтары жазылғанын біліп, соған мойынсұнып өседі. Сол үшін өмірін қиюға қуанышпен дайын. Тұтқындар азаптауды қайта-қайта бастарынан кешеді, және алаңдарда өлім құшады. Соның бәрі заңға және киелі жазбаларға қарсы бірде-бір сөз айтпағандары үшін. Иосиф Флавий әрі қарай былай деп жазады: Қандай грек адамы осындай іс үшін соншама төзуге дайын? Тіпті халқының барлық кітаптарының жойылып кетуінен сақтау үшін болса да, ол өзіне кішкене де зақым қабылдамайды. Өйткені гректер үшін олардың кітаптары авторлардың ерікті қиялдарымен пайда болған жай ғана әңгімелер. Осылайша көне тарихшылардың еңбектерін бағалай отыра, олар рас айтады. Өйткені олардың басқа да замандастары өздері қатыспаған оқиғаны сипаттағанда, болған жайтты шын мәнінде білетіндерге баруды жөн көрмейді. Тарихта осылардай. Киелі жазбаға деген сүйіспеншілік пен оны өзгеріссіз сақтап қалуға деген ұмтылысты Құдайдың өзі орнатқан басқа халық жоқ. Келесі бейне үзінділерді. Мен біздің киелі жазбаға сен алуымыз үшін Құдайдың істегенін көрсететін таңғаларлық ашылулар мен бірегей нәрселер жайында бөлсем.